Алакөл толқыны фестивалі биылғы жаздың ең ауқымды мәдени шараларының біріне айналып, Алакөл жағалауының 10 мыңнан астам демалушысы, туристі, блогер мен отандық эстрада жұлдыздарын жинады. Қонақтар үшін бұл көтеріңкі көңіл күй әсем әуенмен көптен күткен демалыс болса, полиция қызметкерлері үшін әрбір минут адам қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған жауапты қызмет. Фестивальге дайындық шара басталмай тұрып қолға алынды. Жеке құрамға нұсқама өткізу, күштер мен құралдарды бөлу, патрульдеу бағыттарын айқындау және барлық қызметтердің өзара іс-қимылын үйлестіру ауқымды шараға дайындықтың маңызды кезеңдері болды. Фестиваль барысында полиция қызметкерлері тәулік бойы қоғамдық тәртіпті, жол қозғалыс қауіпсіздігін, өткізу режимін қамтамасыз етіп, көлік қозғалысын реттеп, кез келген оқиғаға жедел ден қойды. Сонымен қатар құқық бұзушылықтардың алдын алуға және әрбір демалушы үшін қауіпсіз орта қалыптастыруға ерекше көңіл бөлінді. Мыңдаған адам мерекелік көңіл күйге бөленіп жатқан сәтте полиция қызметкерлері өз қызмет орындарында қалып, әрбір азаматтың демалысының тыныш, қауіпсіз әрі ешқандай келеңсіз жағдайсыз өтуі үшін аянбай еңбек етті. Осындай көзге көп байқала бермейтін, бірақ күні сайын атқарылатын қызметтің арқасында бұқаралық шаралар жоғарғы деңгейде өтіп, Жетісу облысының тұрғындары мен қонақтарының қауіпсіздігі қамтамасыз етілді.